Барлықтарыңызға да сәлеметсіздер ме достар, сіздермен мен Дулат Кезет арнасы. Достар, бүгінгі видеода өздеріңіз көріп тұрғандай біздер WineWorld деген лаунчерде біздер WoW-ды тексеретін боламыз. Достар, енді көптен бері видео түсірмей кеттім. Достар, мен енді жұмыста жүрдім. Олардың барлық жаңалықтарды осы видеода айтатын боламын. Алыншы видеомызға кеттік достар. Let's go. Мінекей достар, өздеріңіз көріп тұрғандай видеомызға да келіп жеттіңіздер. Достар, бүгінгі видеода өздеріңіз көргенде біздер осы WineWorld деген серверде ойнайтын боламыз. Жалпы айтып кетсем, мен бұл WineWorldта плащ сатып алдым. Арзанға 500-ге. Достар, енді сіздерге айтып кететін, қазір мен сіздерге көрсететін боламын өзімнің плащым туралы. Қазір мынанымызды өлтіріп кетейік. Ал мінекей достар, мен сіздерге көрсетіп жатырмын осындай плащ. Енді сіздерге ұнап жатса лайктарыңызды басып қойыңыздар. Алыншы келесіне кеттік. Так достар, бүгінгі видеода сіздерге айтарым, мен көптен бері видео түсірмедім. Ол неге мен видео түсірмегенімді айтып кетсем, жалпы айтсам, мен жалпы жұмысқа бар жүрмін, пластикпен жұмыс жасаймын, сол пластик қой достар. Сондықтан енді мен Hypixel'ге кіріп қарасам, маған бан беріліп тұр. Неге бан берілген өзім де білмеймін. Негізінен достар, ол көпте ойнамағанға емес, жалпы айтып кетсем, өзім қудырып шығарып жүрді. Өшін достар, сіздерге айтып кетерім, Hypixel'де талпа рет аккаунт сатып алып ойнап көрдім, бірақ адамдар деген өзі бан бере береді, репорт жазама, читер деме, сондай бір бәлені айтады. Сосын читерсің дейді, бізге репорт жазады, сен читерсің, бан беру керек, анау дейді. Сосын өзі бан беріледі. Енді мен бүгін тексерейін деп отырмын өз-өзімді. Читерім ба, читер емеспін ба, бағалап кетіңіздер. Достар. Так достар, міне победа тағы алдық. Енді достар, мен осы видеода енді скрывать етпеймін, енді жалпы айтсам, жеңілген видеоларымды көрсетпей дегенде. Бұл видеода мен енді таза жеңілгенді, жеңілмегенді көрсетемін. Достар, жалпы кейбір ютуберлер ондай жеңілгенді көрсете қоймайды. Мен таза өз-өзімді көрсетемін, қалай бұл шығатынымды. Достар, егер видео ұнап жатса, достар, лайктарыңызды басып ана тіркеліңіздер. Ал мына адамды қазір бітшін шапысы. Ал достар, жалпы айтсам, мені көбісі бейдеп айтады, комбомен алып кетесің деме сөйлейді достар. Маған енді өзім осы плащты өзім жасап алдым, суретін жасап. Плащ деген енді менде не ғой, плащ деген артында қанат қой, жалпы айтып кетсем. Достар, мен енді қазір қолым тез терлейтін болған, соңғы уақытта неге өзімді білмеймін. Мышка ұстап отқанда жетергілік басам деймді, сосын көктерге ұшам, сосын баса алмаймын, уже қозғала алмайды. Сосын столым суық болады, мышканы қозғала алмаймын. Жалпы өзім туралы айтып отырмын. Достар, егер мен конкурсыма қатысып кетіңіздер, мен конкурсымда әлі аз бала сияқты деп ойлаймын, әлі де тағы да бала жинау керек. Достар, мен конкурс түсіргем 190 подписчикке орай, жалпы менде 190 подписчиктен асты, әлі де тағы да бала жинау керек. Достар, егер Майнкрафттан аккаунт сатып алғыңыз келіп жатса. Так достар, мына адамды шамалы өлтіріп қайтайық. Осылай комбо қаламыз. Қолым көктерге түсті достар, қазір өлуім мүмкін. Точно өлдім. Достар, енді осылай поражение деп үстінде жазып тұрады. Бұл фотоларды өзім жасап отпаймын достар, бұны басқа біреулер жасайды ғой. Осымен достар, видеоны аяқтайтын боламыз. Сіздермен болған мен Дулат Кезет арнасы. Достар, бүгінгі видеода егер видеоларымда профиларым ұнап жатса, лайктарыңызды басып қойыңыздар, арнама тіркеліңіздер. Және де достар, егер осы видеоға 10 лайк жиналып кетсе, WineWorld'дан қалай плащ сатып алып, сол плащты қалай қоюды үйрететін боламын. Алыншы енді осымен видеоны аяқтайтын боламыз. Сіздермен болған мен Дулат Кезет арнасы. Аман жүздескенше қош сау болыңыздар.